Саналы адам осы видеоны тыңдап отырып, өзіне сабақ алары сөзсіз. Сіз де тыңдап көріңіз, өкінбейсіз. Біріншіден, жақыныңа өкпелі болсаң да, аз ғұмырыңды сыйластықпен өткіз. Өкпе, реніш, наз дегенді көңіліңнен өзің өшірмесең, ол еш уақытта бітпейді. Бүгін адам, ертең топырақ. Бір үйде қанша жан барсың? Бәрің де бір-біріңе қонақсың. Сыйлассаң тіріңде сыйлас, өлген соң жыласпа дейді қазақта. Қу тірліктің күйбеңімен уақыт зымырап өте береді. Ештеңе де бүгінгідей қайталанбайды. Әр уақыттың адамның да қадіріне жете біл. Не сен, не ол бірінші кетеді. Сол кезде өкінбейтін бол. Қасыңда жүрген адамдарды бағалай біл. Ол туысқаның, жаныңдағы жарың, досың, сырласың, құрдасың болуы мүмкін. Мейлі, қайсысы болса да, ол адам бүгін бар. Ертең де бар болуы мүмкін. Ал арғы күні бар бола ма? Жоқ бола ма? Ол жағы белгісіз. Оны ешкім айта алмайды. Кейін ол сізден алыстап кететін болса, саныңызды соғып қалмаңыз. Өмірде ештеңе мәңгілік деп қарамаңыз. Өмірде ештеңе мәңгілік емес. Ақша да мәңгілік емес. Ол сізде бүгін бар шығар, қазір. Бар болуы мүмкін. Кейін жоқ болмасына кім кепіл? Тіпті мен де, мұны тыңдап отырған сіз де мәңгілік емессіз. Бәріміз уақытша жүрген пендеміз. Ал енді адамдарға сіз не берсеңіз, олар сізге соны еселеп қайтарады. Сондықтан сыйлы болғыңыз келсе, сізді жақындарыңыздың, жанашыр жандардың іздегенін, сағынғанын қалайтын болсаңыз, осы іс-әрекеттерді бірінші ең алдымен өзіңіз бастауыңыз керек. Өзіңіз жасаңыз бірінші. Көкейіңіздегі өзімшілдікті құртыңыз. Барды бағалайық. Бұл өмір қамшының сабындай тым қысқа. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.